бағдарламасында мына бөлдік басқару дегенін алғаш қоямыз. Болса біз А мен Б-ға қоятын боламыз. Және де мына біреу жерінен выключить батырмасындардан боламыз. Тағы да оны 30-ға апарамыз. Екеуінде 30-ға апаратында боламыз. Екіншісі, деген өзіміздің ультрадыбысты датчигімізді қоятын боламыз. Оны қойдық, енді біз оны 10 мен 4-ге апаратын боламыз. Қойдық, енді оның қойдың 1-ге қоятын боламыз. Тағы да бізге басқарудың керек болады. Бөлдік басқаруымыз қоямыз. Оны біз 30 мен 30-ға қоятын боламыз. Оны біз 30-ға қойдық. Енді артынан тағы датчигімізді қоятын боламыз. Ультрадыбысты датчигімізді қоятын боламыз. Оны тағы тордың 1-ге, ал несін 10-ға апарамыз. 10-ді және 0-ге қоятын боламыз. Және тағы да бір бөлдік басқаруды алатын боламыз. Ол дегенді біздің дайын. Радионы